Қайырлы күн оқушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 90-дық жиынтық бағалау 4-ші сынып бойынша қазақ тілі пәнінен 4-ші 90 жауаптарын сіздерге ұсынамын. Видеоның соңына шейін көріңіздер. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдыруларыңызға болады. Және де менің каналымда математика пәнінен барлық есептердің жауаптары және де жаратылыстану, дүниетану пәндерінің сабақтарының түсіндірілуі, басқа да сабақтардың дүниетану, қазақ тілі, әдебиетті оқу, математика, ағылшын пәндерінің ТЖБ, БЖБ жауаптары бар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қанекей бастайық. Сонымен бізде 4-ші 90 бойынша 90-дық жиынтық бағалау тапсырмалары ұзақтығы 40 минут. Бірінші тапсырма балалар сіздерге беріліп тұрған. Мәтінді мұқият тыңда. Галактика аспан денелері, жұлдыздар, планеталар және астероидтармен толықтырылған шексіз ауқымды кеңістік. Әлем кеңістігі 15 миллиард жыл бұрынғы үлкен жарылыстан кейін пайда болған. Бұл жарылыс кезінде алдымен химиялық элементтер түзіліп, олардың кейбір бөлшектері бірігіп, жұлдызды құраған. Кейіннен жұлдыздардың миллиардтаған галактикалар түзілген. Жұлдыздар әртүрлі көлемдегі галактикалық құрайды. Біздің күн басқа жұлдыздармен бірігіп, спиральді құс жолы деп аталатын галактиканы құрайды. Оны бұлтсыз түндерде үзік-үзік жарық жолақ ретінде көруге болады. Біздің галактиканың диаметрі шамамен 100 000 жарық жылына, ал вертикальды бөлігі галактика орталығынан шамамен 10 000 жарық жылына тең. Міне балалар, өздеріңіз стопқа қойып, тағда оқып алсаңыздар болады. Осы мәтін бойынша сіздерге тапсырмалар орындайсыздар. Мәтіннен негізгі тірек сөздерді түртіп ал. Тірек сөздер жазасыздар. Галактика, шексіз кеңістік, 15 миллиард жыл бұрын, үлкен жарылыс, химиялық элементтер, құс жолы, жарық жолақ, жарық жылы. Осылай жазасыздар. Келесі тапсырма. Тірек сөздерді пайдаланып, мәтіннің мазмұнын айт. Жазатын боласыздар сіздер балалар. Галактика аспан денелерінен тұратын шексіз үлкен кеңістік. Түнгі аспанда жыпырлаған жұлдыздарды көреміз. Бұл ғарыш әлемі. Бұл әлем 15 миллион жыл бұрын үлкен жарылыстан пайда болған. Жарылыс кезінде ұсақ бөлшектердің жұлдыздардың пайда болып, одан кейін жұлдыздардан галактикалар пайда болды. Күн мен жұлдыздар құс жолы деген галактиканы құрайды. Оны бұлтсыз түндерде аспандағы үзік-үзік ақжолақ ретінде көруге болады. Галактиканың диаметрі мыңдаған жарық жылына тең. Осылай қысқаша жазатын боласыздар. Келесі тапсырма. Галактикалар туралы тағы не білесің? Жауап жазасыздар. Галактикалардың барлығы қозғалыс үстінде дамиды, өзгереді, өшеді, қайтадан пайда болады. Әлемде біздің құс жолы галактикасы сияқты миллиондаған галактикалар бар. Біздің галактикада 1 миллиардқа жуық жұлдыздар бар. Олар әртүрлі бағыттар бойынша қозғалып, галактиканың айналуына қатысады. Міне жауап балалар. Осыны қысқаша өздеріңіз дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Келесі тапсырма. Міне балалар, бұл бал қою кестесі, осыған да қарап, өздеріңізге түртіп алуларыңызға болады. Келесі тапсырма. Оқылым, мәтінді түсініп оқып, берілген тапсырмаларды орында. Тірек көз деген сіздерге мәтін берілген, сіздерге ұзақ бұл оқымай қойын, стоп қойып, өздеріңіз оқып алыңыздар. Осы мәтін бойынша тапсырмаларды орындай берейік. Бірінші тапсырма. Бірінші абзацтың көздің үлкендігін білдіретін сөзді тауып жаз деген. Баданадай, баданадай көз. Осы сөздер жазасыздар. Келесі тапсырма. Екінші абзацта берілген көп нүктенің орнына сәйкес болатын шылауды анықта. Мен деген шылауды қоясыздар. Келесі. Автор кейбір сөйлемдерде әкетіп барады, жазып жатыр деген сөздерді неге 2 рет қайталайды?
бір нәрсенің мәнісін күшейтіп көрсету үшін осы А жауабын таңдайтын боласыздар. Келесі, мәтіндегі қарамен берілген сөздің мағынасын түсіндіріп жаз. Нақты тоқтам жасау, шындап кірісу, тәуекел ету. Оқылым аяқталды. Мынау кестедегі жауаптары тағы да танысып алсаңыздар болады, өздеріңізге жазып алыңыздар. Барлығы 6 балл берілген. Келесі тапсырма жазылым. Үшінші тапсырма. Төмендегі берілген тақырыптардың біреуін таңда, тірек сөздерді пайдаланып берілген тақырыпқа эссе жаз. 50-60 сөз. Тақырып беріліп тұр. Болашақтың мектебі. Екінші, менің болашақ мамандығым. Үшінші, менің болашақ туралы ойларым. Осы тақырып бойынша сіздер тірек сөздерді пайдаланып эссе жазуларыңыз қажет. Тірек сөздер: болашақты елестету, техникалық жабдықталған, қызығушылық, таңдау жасау, маңызды қадам, жетістікке жету, еліміздің болашағы, білікті маман. Жоғарыда берілген осы 3 тақырыпты таңдап, өздеріңіз шағын эссе жазуларыңызға болады. Немесе менің ұсынған эссем бар, стопты қойып, өздеріңіз жазып алыңыздар. Астыда білім алушының ықтимал жауабы деген жерден болашақтың мектебін қалай елестетер едің деген сұрақтан басталатын эссе беріліп тұр сіздерге. Сенемінге шейін осыны көшіріп жазып алуларыңызға болады. Мен оқып сіздерге айтпай қояйын. Мынау 5-ші оқылымның тапсырмасы. Мәтіннің мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған бір сұрақ құрастыр және оған жауап жаз. Сұрақ: кейіпкердің орнында болсаң не істер едің деген сұрақ жазуларыңызға болады. Және де Әнестің пікірімен келісесің бе, неліктен деген сұрақ қоюларыңызға болады. Осыған жауап: мен де бастаған ісімді соңына дейін жеткізер едім. Келесі: Әнеспен келісемін, себебі бұл өміріне қауіп туғызуы мүмкін. Осындай жауаптар ұсынуларыңызға болады. Міне балалар, жаңағы бал қою кестесінде де эссе беріліп тұр. Осы эссені жазсаңыздар болады, осыдан да қарап. Осымен тапсырмалар аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырыңыздар.